Саулығыңыз тілеймін, қадірлі ата-ана. Мен Рая Махамбетқызы, жоғары медициналық колледждің педагог-психологымын. Барлығымыз бала келешегінен үміт күткен жандарымыз. Міне, балаларымыз күн қасымызда. Олай болса, ересектеп қарамай, бауырға тартып, олардың арман мақсаты жөнінде ой бөлісуге мүмкіндік туып тұр деген сөз. Менің балам. Жүрегіңізді елжіретеді, жаныңызды жадыратады. Осы бір менің балам деген сөз сіздің сеніміңізді көтереді, өрісіңізді кеңейтіп, ортаңызды толтырады. Осындай сенімге тола сөз балаңыздың жамандыққа жоламауына негіз болады. Өйткені балаңыз сізді мейірімді ата-ананы жақсы көреді. Ал жақсы көрген адамның көңілінен шыққысы келу, бұл заңды құбылыс. Сондықтан да бала өзінің жақсы көрген ата-ананы үшін жақсыны іздейді. Олай болса, есейді деп қарамаңызшы. Сіз мүмкін болса орайды тауып құшағыңызға алыңыз. Маңдайдан сүйіп, арқадан қағыңыз. Менің балам, менің бақытым. Осындай жаратылысқа ризашылық танытқан сөз сіздің жүрегіңізге жайлық әкеледі. Ал бақыт дегеніміз жүректің тыныштығы. Олай болса, сіздерге жайлылық, тыныштық тілеймін. Сіз бақытқа лайықтысыз, қадірлі ата-ана.